Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге өте ерекше, дәмді болып шығатын қатпарлы бөлгелерді сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепт бір жасағаннан-ақ өте әдемі болып шығады. Ең алдымен біз қамырымызды илеп алатын боламыз. Табағымызға жылы сүтімізді құйып, үстінен аштығымызды салып, бір шай қасықпен тұзымызды салып, және құмшекерімізді салып, жақсылап ерігенше араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып болған соң, ұнымыздың үстінен осы сүтімізді құйып, қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды илеп бастадым. Қамырымыз қолға жабысыңқырап, осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді мен 30 грамм сары майды алып, осылай жағып илеп алатын боламын. Алдымен бір жағына жағып, осылай аударып илейміз, және қалған сары майларымызды да екінші жағына жағып, тағы да осылай араластырып илей бастаймыз. Міне осылай енді арт жағына да қалған сары майымыздың барлығын осылай жағып тастаймыз. Енді 2 ас қасықта мен уксус құйып алдым. Енді уксусымызды да жақсылап осы қамырымызға барлық жері біркелкі болғанша қамырымызды жақсылап илейміз. Енді мен 2 ас қасықта осындай ұн қосып жібердім, яғни қолымызға жабыспауы үшін 2 ас қасықтан артық салмайтын боламыз. Міне енді қамырларымызды осылай жақсылап илеп, жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қамырымызды алып, табағымыздан алып, жақсылап қолымызбен жайып аламыз. Оқтаудың қажеті жоқ, қолымызбен осылай жағып, тағы да 40 грамм осындай сары майымызды қолымызбен жағып аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында тұруы қажет. Енді қамырымызды осылай бірінші жағына жауып, тағы да арғы бұрышынан осылай жауып 3 қабат етіп аламыз. Енді пышақпен біркелкі етіп кесіп алатын боламыз. Міне осылай кесіп алдық, жалпақтау етіп. Енді булочкаларымызды жақсылап орап, түйіп алатын боламыз. Міне осылай созыңқырап, жақсылап бүрмелеп, орап, осылай екі шетін жақсылап жабыстырып қоямыз. Енді қалған қамырларымызды да дәл осылай жасап аламыз да листімізге қойып шығамыз. Достар, міне осы листтен жұмыртқа жағудан алдын 10 минутқа қамырды қойып қойыңыздар, бетін жауып қойсаңыздар тіптен жақсы болады. 10 минуттан соң осылай үстіне жұмыртқаларымызды жағып, мен макс сеуіп алдым. Енді 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Егер сіздердің пештеріңіз әсел пеш болатын болса, онда 160 градуста пісірсеңіздер де өте дәмді болады. Міне қалған бөлгелерімізді осылай істеп алдық. Біздің булочкаларымыз осылай дәмді болып, үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер, достар, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің видео рецептім ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, видеоларыма лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да өте жақсы, керемет, оригинал рецепттер шығатын болады.